Жекелеген аумақтардың жедел экономикалық дамуы үшін конституциялық заңмен арнайы құқық режим белгіленуі мүмкін. Осы жерде кішкене тоқтап түсіндіре кетейін. Осы 5-ші баптың 6-шы тармағы жазылғанда кейбір ойлар туындады. Осы бап жер сатылуға мүмкіндік береді, сепаратистыққа жол береді деген. Бұл деген өте қате ой, себебі арнайы құқықтық режимдер деген бұл бүкіл әлемге танымал нәрсе. Мысал келтірейін сізге. Қытайдың бірнеше қаласы, мысалы белгілі Гуанчжоу, Шэньшэнь, тағы он шақты қала осындай арнайы құқықтарға, осындай режимдерге негізделіп тез дамып кетті түрлі салаларда. Және ары қарай Қытайдың өзінің экономикасының дамуына әсер берді. Кореяда Ичхон және басқа деген осындай арнайы құқықтық режиммен жасайтында аймақтар бар. Баршаңызға танымал Дубайда, Дубай білесіз, Араб әмірліктерінің бір бөлігі, бір эмираты, бірақ бұл жерде заң басқаша, инвесторларға басқаша қолайлы жағдайда жасалған, және бұл жерде сот басқаша үкімдерін шығарады. Себебі әмірліктер егерде мұсылман құқыққа негізделсе, Дубайдың өзі басқа британ құқығын қолданады. Сондықтан осы қала өте тез дамыды. Алысқа кетпей ақ қояйық, біздің өзіміздің елордамыз Астана, бұл жерде де арнайы құқықтық режим орнатылған. Бұл біздің баршаңызға танымал МФЦА, жалпы инвесторларға Астанаға деген көзқарасы өте жақсы. Бұл жерде салық басқаша, бұл жерде қаржылық шарттар өзге. Сондықтан осындай арнайы құқықтық режимдердің болғаны біздің елімізге жақсы, экономикамызға серпін береді. Қазіргі уақытта Алатау деген Алматы облысының аймағы осындай арнайы құқықтық режим орнатылу қарастырылуда. Бұл тек қана конституцияға негізделіп, тек қана конституциялық заңмен бекітіліп енгізілетін арнайы құқықтық режимдер. Әсіресе танымал Силиконовая долинада, США-да да осындай режимдерге негізделіп өсетін аймақтар.